Армысыз тыңдарман. Әңгімені тыңдамас бұрын қазақша арнаны қолдап, арнама тіркеліп кетіңіз. Анау өзім сияқты шілтері әдемі терезені көрдің бе? Мен сол бөлмеде тұрамын, есіңе сақтап ал, деді Салтанат маған қарап қутыңдап. Мен көп қабатты жатақхананың терезелерінен әдемі шілтері барын көзіммен іздеп, танауымда пыш еткізіп тартып қойдым. Іздеп келгенің жақсы болды. Адаспай қалай таптың? Өзіңде өсіп қалыпсың ғой, кішкентай қыз едің, деп Салтанат жатақхананың есігіне қарай аузы тынбай сөйлеп келе жатыр. Интернаттарыңда дұрыс тамақтандыра ма? Жүр, тамақ ішіп алайық. Сосын мен сені қыдыртамын, деп ол мені кекілімнен сипап еркелетіп қойды. Мінезі қалай өзгерген? Ауылда әркімге жеңгетай болып аузы жабылмай қутыңдап жүретін Гаухар жеңесімнен айнымай қалыпты. Мынау баяғы жәудіреп тұратын ұялшақ Салтанат емес, бірақ бәрібір ол сұлу-ақ. Тек кинода ойнайтын сұлулар секілді. Шасын кеспегені қандай жақсы болған деп, соңынан мұрымына қызығып еріп келемін. Сөйтіп өзімнің ербеген ақ бантикпен екі бөліп өріп қойған бір мысымағымды сипап қойдым. Ішіп ал, жесейші. Апам да қызық, мені аш жүр демекен, талқаның мен құртын келген кеткенің бәрінен беріп жібереді. Ауылда қазір содан үлкен ас болмай тұр ғой. Заманның дөңгелегі кері кетіп, көп үйдің дастарханынан күй тайғалы қашан. Интернаттың қырлы стаканы мені жалықтырса керек. Ауылдағыдай шұңғыл кесемен шәй ішкен әлде қайда мәндірек сияқты көрінді. Темір кереуетпен қақиған үстелден гөрі Салтанаттың апасы беріп жіберген құрақ көрпеге аунап, ауылға барғандай жаныма жақын тиіп жадырап қалдым. Салтанаттың қойған сұрақтарына иә мен жоқтан басқа жауап айтпаймын. Үстіне кенеп қап кигізіп қойсаң да, сұлулығы әсте кемемейтін Салтанаттың жүріс-тұрысы, шайды жинағаны, бәрі интернаттың сұрқай біркелкі тіршілігінде емес, басқаша әсер етті. Менімен бірге дискотекаға барасың ба? Деді Салтанат киініп жатып. Үндемесем де осындай аса көрікті әпкеме еріп, жүретініме іште қуанып тұр едім. Салтанат үстіме майда қызылды жасылды, көбелек тектес гүлдері бар, қып-қысқа малқынынан әрең жауып тұратын көйлек киіп алды. Әппақ оқтаудай түзу екі аяғы талантты мүсіншінің қолынан шыққан мінсіз туынды сияқты ұзын шашын тарқатып жайып жіберді. Көйлегінен шашы ұзын. Егер ауылда дәл осылай көшеге шыға келсем жұрт, Ескендірдің қызының көйлегіне мата жетпей қалған ба? Деп күлер еді, иә? Деп Салтанат айнаға қарап күліп қойды. Өзінің көркіне өзі де көңілі толғандай, айна алдында әпкем көркіне масаттанып, әрі-бері бұрылып қояды. Далаға шықтық. Жатақхана алдында темекі шегіп отырған жігіттердің біреуі Салтанаттың басынан аяғына дейін мойнынан шалқақтата көз жүгіртіп, ысқырып жіберді. Па шіркін, королева қайда кетіп барады? Деді оны қостаған екіншісі кекесінсіз. Көрдің ғой әпкеңді? Деп күлімсіреп Салтанат маған бір көзін қысып қойды. Келер жолы қайда келетінімді ұмытып қалмайын деп әрең, сарсылып іздеп жүріп тапқан жатақхананы есіме сақтап қалайын деп артыма бұрылдым. Жатақхана сыртында нөмірі 3 құрылысшы жастар жатақханасы деп бадырайып орысша жазылып тұр екен. Кіріп шығып жүрген жастардың 99%-ы қаракөз жастар. Қазақша жазса кім түсінбей қалады екен, деп іште кейіп тұрып тағы да ішім қылп ете қалды. Айтпақшы ауылдағы Ескендір шал қызым оқуға түсті деп өлерде қуанып, көрші қолаңға ағыл-тегіл дастархан жайып, қуанышын бөліскен жоқ еді. Салтанат, сені біздің ауылдағылар институтта оқиды деуші еді ғой. Ал мында студенттердің емес, жұмысшы жастардың жатақханасы деп жазылып тұр ғой, дедім шыдай алмай. Салтанаттың институтта оқығаны рас, студент болғаны да рас, бірақ қазір студент емес, кейін айтамын. Үлкейгенде түсінесің, деді де, шуы мол, би алаңына мені жетектеп кіріп кетті. Қазір айтсаң да түсінемін, айтшы, дедім, енесінің артынан ентелеген бұзау секілді көп адамдардың арасында қыстырылып, қымтырылып, әрең өтіп келе жатып. Ол музыканың айғайынан менің сұрағымды естіген-естімегені белгісіз, даңғаза шудың ішінен біреулерді іздеп мойнын созып, маған қарап басын жайқап,
алақанымен құлағы мен аузын көлегейледі. Естімеді ме екен, әлде жауап бергісі келмеді ме? Жоқ, әлде кейін сөйлесеміз дегені, мүмкін қажеті жоқ деген ишарасы шығар. Мен де сосын үндемей қоя салдым. Дик-өкпесін жұлқып билеп жатқан жастардың арасында біз де жүрміз. Салтанат өзі іздеген топқа жақындасымен-ақ жігіттер жарылып ортадан орын берген. Сұлулық деген қандай құдіретті күш. Сиқырлы таяқ секілді. Жалт еткенде арбалмайтын адам жоқ. Көрікті, аса көркем қызбен бәрінің де билегісі келеді. Келесі бей басталған сайын салтанатқа жапа-тармағай бірнеше жігіт қатарынан ұмтылады. Әне, бір еңгезердей сымбатты жігіт салтанатты билеп төстеп емденіп барады. Ысырла-ысырла биден шеттеп қалдым. Ішім пыса бастады. Салтанаттың көзі маған бір түскенде кетейікші деп ымдадым. Би алаңнан салтанатпен бірге екі қолын қалтасына салып, қоразана күжірейіп, әлгі жігіт те ере шықты. Қараңғылық баяғыда түскен. Көздің алғашқы күндерінің ызғары байқалады. Шаршадың ба? Тоңғанда шығарсың. Кетейікші, дедім оған қарап. Билемеген адам тоңады. Әлде де билей тұрса қайтеді қыздар, деді жаңағы жігіт салтанатқа бір жағы өтінгендей қиылып. Салтанат маған не істейміз дегендей сұраулы жүзбен қарап еді. Мен кеткім келіп тұрғанын білдіріп, маңдайымды тыржиттым. Оның үстіне манала бері билемей шетте салтанаттан көз алмай тұрған ұсқынсыздау шикіл сары жігіт те көңіліме неше түрлі күдік ұялатып тұр еді. Сонымен қораз жігіт бізді шығарып салмақ болды. Өзінің де аты Ораз екен. Жатақханаға қарай аяңдап келеміз. Самалдай жарық-жұрқ еткен даңғазаға толы би алаңы да артта қалып барады. Жарық көшелер кейін қалып, жаңадан салына бастаған үй құрылыстарына жақындағанда салтанат. Мына үйлерді біз тұрғызып жатырмыз, деді, мақтанғаны әлде өкінгені белгісіз. Сіз секілді аруға балшық елеп кірпіш көтерген обал екен. Сіз сияқты аруға актриса болуғана лайық, деп қораз жігіт салтанаттың сүйріктей сосақтарын алақанымен әспеттей көтеріп, ерніне апармақшы болып еді. Ол қолын сілкіп тартып алды. Мынадай сүмбіл шаш ежелгі зерттегілер замандағы аруларда ғана болған шығар, деп тағы да Ораздың жападай алақаны салтанаттың шашын желкесінен бастай сипап келе мықынына аялдады. Сіз де мына шешендігіңізбен құрылысшылар арасында босқа қор болып жүрген сияқтысыз ғой, деді салтанат алға қарай ыршып түсіп. Ораз бағанағы би алаңындағы биязылығынан арылып, кейпі біртүрлі өзгеріп келе жатыр еді. Ұрттап алған болу керек, ауыз ашылғанда арық иісі аздап мүңк ете қалды. Салтанатқа тез жүрсеңші деген кісіше алға озыңқырап безілдеп келемін. Олар артымда асықпай басып келе жатыр. Қайта-қайта соңыма бұрылып асықпайтын салтанатқа ызам келе бастады. Енді бір уақытта әлгі жігіт бір қолымен салтанатты иығынан қапсыра құшақтап алыпты. Тез-тез жүре бастаймын да олардың қарасы ұзай бере қалт тоқтап, жақындағанша күтіп тұрамын. Тез жүрсеңші деген ишарамен салтанатқа қарап басымды изеп қоямын. Тым ұзап кетсем керек, бір кезде салтанаттың дауысы шар ете қалды. Қолы сумаңдап келе жатқан жігіт қай кезде менің сұлу әпкемді лақтай бақ еткізіп көк шөптің үстіне атып ұрған. Бота, балапан, деп салтанат менің кішкентай күнімдегідей тұншыға шақырды. Алысып жатқан екеуінің қасына жетіп барып, әліме қарамай-ақ әлгі жігіттің арқасына жармаса кеттім. Сырттай қараған біреулер үшін мына сурет әрине сайқымазақ комедиялық көрініс болып көрінері қақ. Қораз жігіт мені шыбын құрлы көрмей жерге жалп еткізіп салды. Шамам келмесе де қайта ұмтылдым. Тағы да оңдырған жоқ, ұшырып жіберді. Балапан, дейді арпалысы ашқынған салтанат. Көзіме салтанаттың жоғарғы жағында жатқан сынық кірпіш оттай басылды. Жүгіріп барып, кірпішті қолыма алдым. Өй, мынау жынды ма? Таста, қазір екеуіңді де өлтіремін, деп күжірейген жігіт салтанатты тастай салып, маған ұмтылды. Осы сәтте бізге қарай ердіреңдеп келе жатқан манағы сүйкімсіз жігіт көрінді. Көзімнің оты жарқ етіп, құлап бара жатып бізге қарай ышқына ұмтылып келе жатқан манағы сүйкімсіз жігіт жанарыма оттай басылды. Бәрі бітті, деп ойладым. Бәрі бітті. Есімді жиғанда қасымда жылап отырған салтанатты көрдім.
балапан, көзіңді ашшы, деп салтанат жылап отыр. Қасында тізерлеп бағанағы би алаңындағы билемейтін жігіт тұр. Кет, деп айғайлап жібердім. Денем қорқыныштан қайта дірілдеп қоя берді. Тағы да талып бара жатқан сияқтымын. Балапан, қорықпашы, бұл бізбен бірге жатақханада тұратын Нағашыбек қой, деп салтанат мені басымнан қапсыра құшақтап, жалаңаш тізесіне жатқызды. Көйлегі тым жоғары көтеріліп кеткен екен. Бәріне кінәлідей көрінген осы бір қысқа көйлекті топыраққа былғанған қолдарыммен етегін төмен тартқылап, аппақ санын жауып жатырмын. Мына әрекетім салтанатқа да ес кіргізгендей, мені сүйемелдеп, орнынан атып тұрды. Үшеуміз жатақханаға қарай келе жатырмыз. Адамдардың бір-біріне жасаған кісәпірлігінен ұялғандай аспандағы жұлдыздар да әрең-әрең жылтыңдайтын секілді. Маған сол сәт анау артта қалып бара жатқан бітпей тұрған құрылыс алаңы секілді дүниенің бәрі алқам-салқам, қорашта қисиықсыз, мәнсіз, сұлулықтың өзі де мағынасыз болып көрінген еді. Кейін мен шикіл сары жігіттің бізге алла айдап жіберген құтқарушысы екенін білдім. Бірақ ол салтанаттың бүткіл тағдыры екенін сол кезде білген жоқ едім. Оның салтанаттың өзі де ұққысы келмеді. Нағашыбек салтанаттың өлмесіне жиі келеді. Әрине, оның салтанатты өлердей сүйетінін айтпаса да түсінікті. Артынан көлеңке сияқты салпақтап жүргені. Сол еріп жүріп қой, салтанатты бір абыройсыздықтан құтқарып алып қалғаны. Нағашыбек көрікті қыздың құдіретіне арбалғандай мінезі ашық салтанат сампылдап сөйлеп отырғанда көз алмай қарап отырады. Ал шынына келсек, ол құтқарушысының көңіліне қарап қана онымен бірге анда-санда киноға, медеу жаққа қыдырып қайтқаны болмаса, үнемі Нағашыбектен қашқақтап жүретін. Салтанат бірде Нағашыбектің студент екенін, сырттай оқуын жалғастырып, тапқан табысын әке-шешесіне беріп, оған қоса күндізге бөлімде оқитын қарындасына қарайласып тұратынын айтып еді. Қысқасы, Нағашыбек салтанатты ессіз жақсы көргенімен, көлеңкесі сияқты еріп жүргенімен, бәрібір оған ұнамай-ақ қойды. Сол жігіттің аты аталса болды, тыжырынып шыға келетін. Сонымен ол екеуі кітаптардағы ғашықтарша жарасып кете қоймады. Нағашыбек салтанат үшін ғайыптан пайда болған құтқарушыдай болғанымен, олардың арасы күн сайын жақындаудың орнына алшақтап бара жатқан еді. Сұлу қыздан үміті үзіле бастаған Нағашыбек соңғы келгенінде, салтанат, ең болмаса суреттерімізді алмасайықшы, сағынғанда естелік болсын, деп өтініпті. Әрине, салтанат та ақымақ емес қой. Әдемі болып түскен бір суретін Нағашыбекке сыйлапты. Өзі де жігіттің берген суретін оның көңілі үшін естелік ретінде алыпты. Салтанат Нағашыбектің берген суретін өзінің сурет альбомының бір шетіне жабыстырып қойды. Ал құрбылары сол суреттегі ебедейсіздеу тұрған шикіл сары жігіттің суретін көрген сайын, «Мынауың кім ей?» деп шырқылдап күлуші еді. Салтанат бір түрлі қызарақтап, «Әй, жарайды, тамақ сұрап тұрған жоқ қой, тұра бесін, қайырымды бір жігіт», дей салатын. Алайда, жерлес әпкемнің жанынан тәулік бойы табылуға даяр табынушылары көп болса да салтанаттың бағы ашылмады. Ол сырты жылтыраған сұлулығына ғана сұқтанып, ішкі әлеміне үңілмей өзін көрікті жаратылған бір бұйым ретінде ғана емденгісі яки болмаса, бір ғана құшып кетуді мақсат тұтқан жігіттерден талай аузы күйіп, үрлеп ішейін десе де, армандаған адамын әйтеуір жолықтыра алмады. Барлығы да Тәңір сұлу етіп жаратқан қызды жақсы көріп, ғашық болғанмен қасында еркек біткен, балға үймелеген арадай болып жүретін аруға үйленуге тәуекел етпеді. Ондай батырлар табылған кезде салтанаттың біреуге басыбайлы жар болуға деген ниеті болмады. Ал баяғы оқиға жерлес әпкем екеумізді жақындатып жүргенмен, кейін тағдыр біздерді бөлек арналармен ағызып әкеткен еді. Мына қызықты қараңыз, мен кейін Нағашыбекті бірнеше рет теледидардан көрдім. Баяғы 20-ға жетер-жетпестегідей ұсқынсыздау емес, әжептәуір ысылып, ақылды кейпі кәдімгідей тартымды етіп көрсететіні байқалады. Шашы да сонау бозбала кезіндегідей үрпиіп тұрған жоқ, тым жинақы, кәдімгідей жігіт болып алыпты. Жалау қылып көрсетерліктей жақсы қызмет пен абыройдың құлағынан ұстап отырған сыңайы бар. Бірақ мен бұл кезде салтанатты жоғалтып алған едім. Елге барған сайын білетіндерден салтанатты сұраймын. Салтанаттары қалаға барып бұзылып кетіпті,
пәлен дейді, түйен дейді деп жанға түрпідей тиетін сөздерден басқа ол туралы жөні түзу әңгіме жоқ. Ауылға барған сайын бұрынғы кеңшар орталығындағы автовокзал қасындағы қарағаштардың көлеңкесінде бидай көже сатып отыратын кісілерден бір кесе мұздай көже ішіп алып, содан кейін ғана үйге аяңдаймын. Бұл менің бала кезімнен қаныма сіңген әдеп. Шаң басқан пұшық автобустан түсіп, салқын бидай көжені қолыма ала бергенде, атына мініп қамшысы салбырап келе жатқан Ескендір атайға ұқсайтын шалды байқап қалдым. Әбден қартайып шөгіп, аузындағы тістерінің шөгірі қалған Ескендір атаны таныр ма едім, танымас па едім. Қария аялдаманың жанындағы ағашқа атын байлап жатқанда, көже шемішке сатып қана қоймай, ауылдағы негізгі ақпарат көзіне айналған көже сатушыны әйелдердің бірі. Мынау қызы жынданып кетті деген шал ғой, байғұс-ай. Бірақ өс болып қалыпты ғой, қызын үйде байлап ұстап отыр дей ме? Деп сампылдап, көжесін сапырап құюға ыңғайлана бастады. Ескендір атай қамшысын қонышына қыстырып қатындарға жақындады. Әй ханшайым келін, құйшы бір кесесін, деді Ескендір шал, Зылиханың көже құюға ыңғайланып жатқанын көрмегендей, шеткері отырған мажман томпай пұлғыша сары әйелге жақындап. Мен кесемді кері ұсынып Салтанаттың әкесіне қарама-қарсы жүрдім. Ата, халіңіз қалай? Деп қолымды создым. Ескендір шал көзін сығырайтып, алақанын жейдесіне сүртіп қолымды алды. Шырамыта алмай тұрмын, қай баласың? Деді жылы ұшыратып. Мен ғой Салтанаттың досы, балапан ботамын ғой. Деп дауысым қарлыңқы шықты. Ботам, бойжеттің бе? Деп Ескендір шалдың бет-әлпеті бұзылып, атына қарай аяңдады. Мен де соңынан ілестім. Ата, Салтанат қайда? Тілің кесілгірі әлі, кесір әйелдерден сөзі жалғам болып шыққай. Ботам-ау, қызымның бағы ашылмады ғой, естіп жатқан шығарсың. Құдайым бармақтай бағын қимады қызыма. Көрікті қылып жаратқанша, өрісті етіп жаралса етті. Ақыл есінен айырды ғой, қу құдай. Деп Ескендір атай кемсең-кемсең етті. Бір тамшы жас сақалын бойлай сырғып келіп, қолындағы көжеге тамды. Ата, Салтанат үйде болса көрейінші, дедім тамағыма өксікті қылып. Несін көресің балам-ау, деп ол кісі атын жаяу жетектеп үйіне қарай аяңдады. Мен де артынан ілестім. Біз аулаға кіргенде Салтанаттың шешесі самаурынға төсемен ошақтан алып, шоқ салып жатыр екен. Қайда жүрсің байғұс-ау, шәйіміз қайнай-қайнай таусылатын болды ғой. Деп кемпір отағасына қарап сөйлеп келе жатып мені көрді де, алақанмен көзін көнен көлегелеп бізге қарай жүрді. Бұл қай бала? Деді Салтанаттың шешесі сәлемімді алып. Бұл бала аялдамада жоқты, баяғы Салтанаттың Алматыдағы балапаны ғой. Салтанат мені еркелетіп үнемі солай атайтын. Салтанаттың шешесі мені тани салысымен құшақтап, кеңсеңдей жөнелді. Салтанатқа келдің ғой сен, ботам-ай. Баяғы Салтанат жоқ қой, жоқ. Тілің тасқа тигір мына жұрт, қызыңды адам жаратты ма, періште жаратты ма, сурет-ау сурет, деп сұқтана беруші еді. Түбіне жетіп тынды ғой, деп шешей зарлай жөнелді. Көшедегі әйелдердің жаңылыспағанын білгенде, менің сан жылдардан кейін бала ботадан адам болып, ақыл есім кіргенде, сол сұлу әпкемен бір сырлассам екеуміздің баяғыдай таң атқанша әңгімелесек дейтін көкейдегі сары арман, ауылға деген сағынышым сап тыйылғандай, тамағымда бір нәрсе кернеді де қалды. Қойшы енді, сұңқылдамай, шәйіңді кел, мына балада шөлдеген шығар. Демін алсын, Салтанатқа барсын да мүмкін таныр. Деп Ескендір атаның дауысы дірілдеп, атын жетектеген бойы төбесін қамыспен жапқан қораға кіріп кетті. Дірілдеп бара жатқан жауырынына қарап жылап барасыз-ау, дедім шарасыз іштей, жігерім құм болып. Мен кіргенде ескі кілемнің үстінде Салтанат теріс қарап отыр екен. Бөлмеде ол отырған ескі кілемнен басқа басы артық бұйым көрінбейді. Жай басып барып, Салтанатты ту сыртынан құшақтадым. Мені күнде көріп жүрген кісіше мағынасыз бұрылып қарады да қойды. Жанына тізерлеп отыра кеттім. Көзімнен ып-ыстық жас домалап барып, Салтанаттың шашына құлады. Баяғы сұлу Салтанат қой мынау, ауырғаны да, ақылынан адасқаны да мүлде өтірік сияқты. Маған тамақ берші, қарным ашты, деді Салтанат жалынышты көзқараспен.
күнім-ау, тамақ жесең әкелемін ғой, садағаң кетейін, деп менің артымнан ілесе кіріп үндемей тұрған Салтанаттың шешесі тарпылдатып кебісін сүйретіп қайта шығып кетті. Шашы баяғы оқиғадан кейін қайта тарақ көрмегендей қобырап тұр. Таныды ма екен, танымады ма екен деген оймен жас пен автобустың шаңынан айғыздалған бетімді алақаныммен сүртіп терезеге жақындадым. О, тоба! Терезенің алдында баяғы Нағашбектің альбомнан жыртып алынған суреті жатыр екен.